Бірде Мұса кәлимулла Аллаға арыз қылады. Ва Алла, сенің кеңдігіңді көргім келеді, сен бізді қалай басқарасың деді. Мұса, сенің сабырың жетпейді деді Алла. Мұса қайта өтініп қоймаған соң, Алла оны жерден 40 құлаш көтеріп, қауымын аспаннан тұтас көрсетті. Қараса, біреулер ұрлыққа аттанып бара жатыр. Енді бірі зинамен әлек. Біреуі біреуді өлтіріп, бірін-бірі тонап жатыр. Мына сұмдықты көрген Мұса ашуланып, «Ва Алла, мына оңбағандарды жер бетінен жою керек» деп дауыстап жіберді. Сонда Алла, «Мұса, сабырың жетпейді деп айтпадым ба саған? Сен бір рет көргенде пенденің ісіне төзе алмайсың. Ал мен әлем жаралғалы адамдардың осы ісіне төзіп, ұрпағын жоймай, бәрін бірдей асырап отырмын» деді. Мұса өз ісіне ұялып, Алладан кешірім сұрапты.